Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз жөтелге қарсы дәрілер мен қақырық түсіретін препараттарды талқылайтын боламыз. Достар, видео басталмай тұрып каналыма тіркеліңіздер, қазақша фармакологиялық контентті қолдап кетсеңіздер. Ең бірінші біз жөтелге қарсы препараттарды талқылайық. Жөтел кезінде біз мынандай емді қолданамыз. Натрий хлормен ингаляция, этиологиялық ем, яғни вируспен шақырған бронхитта біз противовирусный, ал антибиотиктерді біз бактериямен шақырған кезде қолданамыз. Сол кезде уже біз этиологиялық емді қолдансақ, науқастың жөтелі қояды. Келесі наркотикалық препараттар. Оған мына 3 топ препарат жатады. Орталыққа әсер ететін опиоидтар, кодеин мен морфин. Морфин біздің негізінен инфаркт миокардасы кезінде ауырсынуды басу үшін қолданады. Енді ауырсынуды сезетін орталықтар бізде жаңағы сопақша мида тоже орналасқан. Сопақша миды тежеп тастайды. Енді сопақша мида жөтелу рефлекс болғандықтан, осы морфин оған әсер ете алады. Сосын жөтелді баса алатын әсері бар, бірақ бұл қолданылмайды, өйткені тәуелділік шақырады. Өйткені бар наркотикалық препараттар. Бұлар тек инфаркт миокардасы кезінде қолданылады. Соны біліңіздер, тек әсер ету механизмін білсеңіздер болады. Енді келесі перифериялық әсер ететін. Олар сопақша мидағы жөтелу рефлекстерін басады, рецепторларға әсер етеді. Олар перифериялық, яғни шетте орналасқан. Гаутин гидрохлориді, оксиаладин, бутамират, синекот деген препараттар. Енді келесі үшінші шырышты қабатқа әсер ететін рибексин, яғни шырышты қабатты ол жақсылап реттеп береді. Осы 3 топ препарат бұл құрғақ жөтел кезінде қолданатын ем. Ал енді қақырық түсіретін дәрілер, олар уже ылғалды жөтел кезінде қолдануға болады. Ал енді біз мына қақырық түсіретін дәрілерді құрғақ жөтел кезінде бермейміз. Өйткені олар қақырықты түсіреді. Құрғақ жөтел болғанда ол жерде вообще қақырық жоқ. Осы кезде науқастың жағдайы одан аяқ қиындап, жаңағы асқынып кетуі мүмкін. Солай достар, міне. Енді қақырық түсіретін дәрілерді қақырықтың бөлінуін жеңілдетуге арналған заттар тобы деп атаймыз. Табиғи әсерді мукартин, термопсис, мия тамырының шәрбаты. Кешірім сұраймын. Міне, мия тамырының шәрбаты, табиғи әсерді. Енді мукаритик, ацетилцистеин, амбраксол, бромгексин, ацц. Яғни бұлар қақырықты не істейді? Ертеді, мукаритик. Сонда, яғни ритик деген ерту деген мағынаны білдіреді. Экспекторанттар, ментол, сосын терпингидрат деген бар, бронхты тез жүргізеді. Яғни бронхтағы жаңағы болған қақырықты тез жүргізуге көмектеседі. Міне осы 3 топ препараттарын. Бұлар біз ылғалды жөтел кезінде қолданамыз. Енді жеке-жеке бір-бір препараттан талқылап шығайық. Термопсис, фармакологиялық әсері, ол бізде антхаркивающий действие, яғни қақырықты шығарады. Сосын біздегі олар, яғни термопсис бізде қақырықты шығарып қана қоймай, ол біздегі асқазанның шырышты қабатына әсер етеді. Солай жаңа асқазан шырышты қабатына әсер ететін құсуды туғызуы мүмкін. Рвотный центрға әсер ете алады. Сол кезде жаңағы құсу болады. Біздегі жаңағы бронхтағы бездерде нені шығарады? Секрецияны шығаруға көп көмектеседі. Солай қақырық сыртқа шығып кетеді осылай. Одан кейін қақырықтың жаңағы тұтқырлығын азайтады. Солай сыртқа шығуы оңай болады. Термопсис деген препарат. Келесі мия тамырының шәрбаты. Құрамындағы глицеризин бронхтың эпителиін тітіркендіріп, секреторлық қызметін арттырады. Мына препарат не шақырып жіберуі мүмкін? Анафилактикалық шок шақырып жіберуі мүмкін. Сондықтан аллергияңыз бар ма деп сұрап алуымыз керек. Сосын келесі бромгексин, амбраксол бәрі осы жаңағы ұқсайды бәрі. Мукаритикалық әсер қақырықты сұйылтады. Сонымен қатар өкпе тінде альвеолардың бір-біріне жабысуына жол бермейді. Өкпеде газ алмасуды жақсартады. Міне осындай препарат бромгексин деген, амбраксол. Өте көп препараттар бар негізінен, ал бұлардың бәрінің негізі, яғни белсенді заты осылар. Мукартин, термопсис, ацц, ал аттарын өзгертіп, уже компаниялар басқа препараттарды шыға береді. Просто нервінің әсер ету механизмі, ішіндегі белсенді заты осылардың бәрі бір. Міне достар, назарларыңызға рахмет. Бүгінгі сабақта біз осы 2 топ препараттарын талқыладық. Өте оңай препараттар.